2024 жылдың 1 қаңтардан бастап азаматтар ұсақ жол көлік оқиғалары кезінде полицияның және соттың қатысуынсыз жеңілдетілген тәртіпте сақтандыру жағдайын ресімдей алады. Бұл үшін мемлекет Еврохаттама арнайы мобильді қосымшасын әзірледі. Қосымшаның көмегімен жүргізушілер өздері жол көлік оқиғалары фактісін тіркеп, сақтандыру компанияларына материалдық залалды өтеуге өтінім береді. Еврохаттама арқылы жол көлік оқиғаларын рәсімдеу үшін міндетті 3 шарт бар. Біріншіден, ол жол көлік оқиғасына 2 көлік құралы ғана қатысқан кезде. Екіншіден, жүргізушілердің қолданыстағы сақтандыруы болса, және кім кінәлі, ал кім зардап шегуші екенінде келіспеушіліктер болмаған кезде. Үшіншіден, апат нәтижесінде денсаулыққа залал келтірмесе, ал көлікке келтірілген залал сомасы 100 айлық есеп көрсеткіштен аспаса, ол 369 мың теңге құрайды. Осындай тәртіпте жол көлік оқиғасын рәсімдеу үшін мобильді телефонға Еврохаттама қосымшасын қосып алып, тіркелу рәсімін жүргізу және оқиға материалдарының фото және бейнесін салу керек. Қажет болса, қосымшаны тиімді пайдалану мақсатында жол көлік оқиғасының қатысушылары жақын жердегі полиция нарядына жүгіне алады. Олар оны пайдалану кезінде көмек көрсете алады. Еврохаттаманың артықшылығы неде? Біріншіден, азаматтарға ұсақ жол көлік оқиғаларын рәсімдеу үшін полицияны күту қажеттілігі болмайды. Тиісінше, жолдардағы кептеліс жағдайларын төмендетеді. Екіншіден, жол көлік оқиға жеңілдетілген тәртіп кезінде жүргізушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Үшіншіден, әкімшілік және сот рәсімдерінің болмауына байланысты сақтандыру төлемдерінің мерзімі қысқарады. Егер бұрын осының бәрі 30-дан 90 күнге дейін уақыт алса, қазір хаттама тіркеу сәтінен бастап төлемді алуға шамамен 5 күн уақыты құрайды. Қорытындылай отырып, жүргізушілерді жол жүру ережелерін сақтауға және жол көлік оқиғалар болдырмауға шақырамыз.